Бәріңізге сәлем, мен есім Кенжегүл. Қазір осы сабақта мен сізге Инстаграмда қалай әдемі дайын суреттерді тауып, телефонға қондыруға болатынын көрсетемін. Play Market'тен Instasaf деген приложенияны қондырып алуға болады. Play Market'ке кіріп Instasaf деген жасаңыз, көптеген приложениялар шығады. Мен телефонымда осындай программа, міне сол жақта, үстіңгі жақта Instasaf Pro деген программа. Енді қондырып болғаннан кейін, міне қараңыз, өзіңіздің Instagram парақшаңызға кіресіз, астыңғы жақта лупа тұр, соған басасыз. Үстіңгі жақта лупаның қасында найти деген жерге басасыз да метки дегенді таңдайсыз. Мына жерге работа онлайн, работа в интернете, работа на дому деген любойын таңдап кірсеңіз болады. Көптеген өте қызықты әдемі суреттер шығады. Не осындай жазуы бар суреттер бар. Мысалы, не осындай сурет таңдап, немесе скриншот жасасаңыз, өзіңіздің Instagram парақшаңызға салмас бұрын бұл жерден бәрін артық нәрселерді кесіп тастаңыз. Немесе Instasaf приложенияны қолдасаңыз, онда үстінде тұрған 3 нүктеге басып, копировать ссылку дегенге басасыз. Осындай окошко шығады. Не жасыл жерге басасыз. Сосын не канкел дегенге отмена жасайсыз, вставить и загрузить дегенге басасыз. Міне сіздің суретіңіз астыңғы жақта пайда болды. Солай басқа да әдемі суреттерді табуға болады. Мысалы, закат деген жасаңыз, көптеген әдемі суреттер шығады. Не тоже 3 нүктеге басып, копировать ссылку дегенге басасыз. Жасылға басып, вставить и загрузить дегенге басасыз. Не астыңғы жақта пайда болды. Бұл суреттер сіздің галереяңызда болады. Осымен сабағым бітті.